Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен Мирас екеуміз жұмыртқамен тәжірибе көрсететін боламыз. Ол үшін бізге не қажет болады, Мирас? Су, жұмыртқа, тұз. Жарайсың. Қазір біз жұмыртқаның тығыздығын бақылау үшін осы әртүрлі суға салып көрсететін боламыз. Ең бірінші суымыз, бұл жерде ештеңе жоқ. Мирас бір жұмыртқаны алып, осының ішіне сала ғой. Бізді жұмыртқамыз астына батып кетті, иә? Қандай өзгеріс көріп тұрсың? Жұмыртқамыз қандай болды? Үлкен болды, иә? Және ең астында тұр, иә? Өйткені бұл жұмыртқаның тығыздығы суға қарағанда көбірек деген мағынаны білдіреді. Енді екінші эксперимент жасап көрейік, тәжірибемізді жалғастырайық. Ол үшін біз бір ас қасық тұзымызды суға қосамыз. Ас қасық, көбірек ал, көбірек. Ас қасық саламыз. Жақсылап араластыр енді. Енді қандай өзгеріс байқап тұрсың, Мирас? Ол үстінде. Өйткені судың тығыздығы жұмыртқаға қарағанда көбірек бұл жерде. Енді келесін тағы тексереміз. Үшінші стаканымызды аламыз. 3 ас қасық тұз қосамыз. Көбірек, үшеу қосамыз. 1, 2 және 3. Араластыр жақсылап. Енді үшінші жұмыртқаны салып көреміз. Қандай өзгеріс байқап тұрсың, Мирас? Бір жер астында, басқа жері үстінде. Тағы да қандай өзгеріс көріп тұрсың? Ол қимылдап жатыр, иә? Қимылдап жатыр, өйткені жұмыртқа мен судың тығыздығы бірдей. Сол үшін ол қимылдап жүр, көрдің бе? Жарайсың. Мирас, қара, біздің бүгінгі істеп жатқан тәжірибеміз саған ұнады ма жұмыртқамен? Иә. Не түсіндің? Біреу біріншісі астында, екіншісі үстінде, үшіншісі қозғалып жүре, өйткені әрқайсының тығыздығы әртүрлі, жұмыртқаның судың тығыздығы әртүрлі. Балалар, сендерде үйде осы ата-аналарыңызбен бірге осындай тәжірибе жасап көрулеріңізді ұсынамыз. Қош сау болыңыздар.